Кешер қадірлі көрермен, эфирде уәде жобасы және сіздермен Ерболат Мұхамеджан. Уәде жобасының басты мақсаты үкімет мүшелерінің, әкімдердің, квазимемлекеттік мекемелер басшыларының, сонымен қатар депутаттардың халыққа берген уәдесі мен президент тапсырмасының орындалу барысына қатысты сұрақтарға жауап алу. Сол арқылы билік пен халық арасындағы ашықтықты қамтамасыз ету. Уәденің бүгінгі қонағы Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек мырза. Жеңіс мырза, қош келдіңіз. Сіз бізге де былтыр сұхбатқа келген едіңіз, тура бір жыл бұрын. Және сол жерде біраз уәделерді бердіңіз, біраз жоспарларыңызбен бөліскен болатынсыз. Енді сол туралы да бүгін білетін боламыз деген сенімдемін. Жеңіс мырза, бір жылда жалпы қалада қандай өзгерістер болды? Қаладағы әлеуметтік, экономикалық және инфрақұрылымдық даму бойынша қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіздер? Қысқаша бір ақпарат ретінде айтып өтсеңіз. Кеш жарық, жалпы қала күнде өзгеріп жатыр. Ең басты мәселе бұл қаладағы тұратын тұрғындардың саны күнде өсіп жатыр. Мысалы, былтырмен салыстырғанда биыл мысалы ресми ақпарат шықты, 1,5 миллион адам елордамызда тұрады деп. Олар тек қана 1,5 миллион деген ол ресми түрде тіркеліп осы жерде тұрып жатқан азаматтар. Абылай күнделікті миграцияны санасақ, қосымша бір 200 мың адам бар. Сосын тіркелмей осы жерде жаздың кезінде, құрылыс мезгілінің кезінде жұмыс істейтін азаматтардың бәрін санағанда, қазір қалада күнде 1,7 миллион, 1,8 миллион адам бар. Сондықтан ол ерекше қаланың алдында ерекше талаптарды қояды. Дүниеге келетін балалардың саны да өсіп жатыр. Жыл сайын 30-35 мың бала қазір дүниеге келіп жатыр қалада. Мысалы, биыл оқу жылының басында бірінші сыныпқа баратын балалардың саны 28 мың бала болды. Мысалы, 11 сыныпты бітірген мектеп түлектердің саны 10 мың. Арасында 18 мың жаңа оқушы. 18 мың жаңа оқушы деген бір кем болғанда бір 10-15 жаңа мектеп қой. Ол мектеп салу ол бір проблема, педагогтарды дайындау ол екінші үлкен мәселе. Одан осындай проблемалар, мәселелер күнде туындайды. Әлеуметтік инфрақұрылым, инженерлік инфрақұрылым, қала өсіп жатыр, қала дамып жатыр, сондықтан проблемалар да өзгереді. Бір проблема шешіледі, басқа мәселе туындайды. Былтыр сұхбатта сіз Астана құрылыстардың, енді бірден содан бастағым келіп отыр. Астана құрылыстардың 1/3 заңсыз деген едіңіз сұхбатта. Осыған байланысты Астана қаласының мәртебесі туралы заңға құрылыс бойынша өзгеріс болады дедіңіз. Астана қаласының мәртебесі туралы заңы сіздің жұмыс істеуіңізге арналған ең маңызды құжат саналады. Жалпы заңға өзгеріс енді ме? Ол құжат қазір парламентте. Жоспар бойынша осы жылдың соңына дейін парламенттен шығып, президент әкімшілігіне барады деп жоспарланған. Тек қана ол заңға емес, жалпы ол жұмыс былтыр басталып, көптеген басқа да заңдарға өзгерістер енгізілді және енгізіліп жатыр. Ол тек қана құрылысқа байланысты емес, жалпы мына қаланың күнделікті көптеген басқа мәселелерге де байланысты мәселелер. Ол қаладағы кептеліске, транспорт мәселесін шешу үшін, үлескерлердің мәселелері, Астананың өзінің ерекшеліктері көп қой басқа өңірлерге қарағанда. Сондықтан көптеген басқа заңдарға да құрылысқа байланысты, транспорт мәселелерін шешу, миграция үлкен мәселе, әлеуметтік салаларға байланысты көптеген заңдарға өзгерістер енгізіліп жатыр. Оның ішінде мысалы қазір 50 мыңдай отбасы бізде кезекте үй алу үшін кезекте тұр. Мысалы көп балалы отбасылар. Сосын балалар үйлерінің түлектері, жетім балалар, мүгедектер, зейнетке шыққан адамдар. Осындай топтарға арнайы кезек бар ғой. Сол мәселені шешу үшін отбасы банкпен көптеген өзгерістерді қазіргі және министрлікпен заңдарға енгізіп жатырмыз. Көп мәселелер шешіліп жатыр.
Қашан ол қабылданады? Қазір не кедергі? Жоқ, оның көбісі қабылданды. Жылдың басында мына өткен мысалы қазір мына тұрғын үй мәселелері бойынша заңға да өзгерістер енгізіліп қабылданды. Мысалы сол кезекте тұратын адамдардың қазір ғана мына өткен аптада президент ол заңға қол қойды. Енді отбасы банкпен қосымша осы топтарға көмек беруге мүмкіншілік пайда болып отыр. Былтыр жыл соңына дейін Астана қаласының 2035 жылға дейінгі бас жоспарына өзгерістер енгізіледі деген едіңіз? Иә. Өзгеріс жасалды ма жалпы? Бас жоспар 2023 жылы қабылданған болатын. Bir жылдан кейін қандай өзгеріс жасау керек болды жалпы? Ол бас жоспар осы жылдың басында қаңтар айында қабылданды өкіметпен. Ол бас жоспардың негізгі параметрлер бойынша келе жатқан 10 жылдың ішінде қосымша 1 миллиондай адам Астанада тұратын болады. Сонымен 2,5 миллионға дейін жетеміз деп жоспарлап отырмыз 35 жылға дейін. Ол негізгі параметр. Сол параметрден бастап біз жалпы қалаға қандай қосымша инфрақұрылымды салу керек, қалай даму керек, жұмыс орындары, бизнес, жалпы салық политикасы, әр бағыттар бойынша сол құжатта көптеген мәселелер көзделді. Ең басты сол қалада қанша адам тұрады, содан бастаймыз. Ары қарай көреміз. Оқу орындары, балабақшалар, емхана, аурухана, сосын жылу беру нысандары, басқа да осындай инженерлік инфрақұрылымды салу және жоспарлау мәселесі. Ол құжат осы жылдың басында қабылданды. Былтырғы сұхбатта 24 мектеп түгел іске қосылады дедіңіз. Бірақ биылғы оқу жылында қателеспесем, жалпы 24 мектептің 15-і пайдалануға берілген екен. Иә, осы жылдың соңына дейін тағы да қазір біз 8-ін іске қосамыз, сонымен 24 болады. Bir жылда 24. Ол 24 мектептің 15-і жайлы мектеп. Президенттің арнайы бағдарламасы жайлы мектеп, соның арқасында 15 мектеп өкіметтің көмегімен салынып отыр. Жергілікті бюджеттен қосымша 4 мектеп, қалған жекеменшік. Келесі жылға да біздің жоспарымыз бойынша кем болғанда бір 15 мектеп саламыз деп жоспарлап отырмыз. Ол үлкен мәселе. Мысалы 24 мектепке бізге кем болғанда 3000 педагог керек, мұғалім. Соларды дайындау. Астанада мысалы университеттерде осы мамандық бойынша кадр аз ба? Жалпы осы мамандық бойынша біз диплом бермейміз Астанада. Педагогика бойынша ма? Иә, педагогика, әсіресе предметниктер, физика, математика, басқасы бар. Бастауыш болсын. Иә, сондықтан былтыр президент осы мәселені шешу үшін арнайы тапсырманы берген өкіметке. Биыл Абай атындағы университет Алматыдағы осы жерде өзінің филиалын ашып отыр, енумен бірге. Осы жылдан бастап бірінші курсқа баратын студенттер пайда болып отыр. Және қосымша жаңа педвуз ашылып отыр Астана қаласында. Біз жылына 1000 грант береміз Астана әкімшілігі педагогика маманы бойынша. Мысалы басқа өңірлермен салыстырғанда 5 есе 6 есе көп. Бізде тапшылық бар. Және жас педагогтарды басқа өңірлерден тартып отырмыз қазір. Бірақ бір мәселе, енді біз әрқашан салыстырып қараймыз ғой. Тіпті көптеген жекеменшік мектептер сол Абай атындағы педагогикалық университеттен қарағанда Сүлеймен Демирел болсын, жалпы жекеменшік дамыған мықты университеттердің мұғалімдерін, студенттерін бітірген түлектерін тартуға тырысады. Бұл дұрыс практика деп мен өзім санаймын. Жалпы қазір жаңа мектептерге... Мүмкін тағы жекеменшік университет керек шығар, дәл осы бағытта. Ешқандай шектеу жоқ қой ол мәселеде. Сұраныс бар. Менің ойымша ондай сұранысты жалпы жабу үшін ондай жекеменшік университеттер ашылады.
Және мына қалада қазір 70 мың студент бар ғой. Жыл сайын бір қосымша бір 10 мың студент қосылып жатыр. Оның ішінде біздің жоспарымыз бойынша 2-3 мың ол тек қана педагогика мамандықтар бойынша болады. Сондықтан жаңа университеттер ашылады, жаңа тек қана мынау арнайы педагогика университеті емес, басқа да университеттер осындай факультетті ашуға мүмкіншілік бар. Өткен жолы бізде Саясат мырза уәде келіп, келесі жылы Астана қаласы бойынша жатақхана мәселесі туындамайды деп уәде беріп кеткен еді. Енді ол министр ретінде берді, әрине. Шаһар осы Астана қаласының басшысы ретінде осы уәдені сіз де бере аласыз ба? Иә, біз мысалы осы жылдың шынайы ақпарат па негізі? Иә, жылдың басында өзімізге біз келесі жоспарды қойғанбыз. Келе жатқан 3-4 жылдың ішінде 13 мың жатақхана орындарды ашу. Бірақ осы жылдың соңына дейін 4,5 мың орынды беріп отырмыз. Ол мысалы жоспардан динамикасы кішкене тездеу, жақсы. Келесі жылда осындай динамикамен бітірсек, дұрыс болатын еді. Жалпы Астанада бұл ең үлкен проблема емес университеттерде. Қателеспесем, коррупциядан қайтарылған қаражат есебінен салынған 15 мектептің құрылысы аяқталу керек болатын. Иә, олар былтыр 8 мектеп аяқталған. Биыл да оның жалғасы бар. Келесі жыл толығымен ол бағдарлама бітеді, 15 мектеп. 24 жайлы мектеп 2 жылдың ішінде салынады, биыл 15, келесі жылы қалған 9, және мына 15 мектеп, сонымен 40 мектеп республикалық бюджеттің арқасында салынады. Сіз Астана қаласының әкімі болғалы жалпы қанша мектеп салынды, іске қосылды? Биыл 24, былтыр бір 11-13 мектеп салынды. Жалпы 35-36-та, иә? Әлеуметтік нысандардың түгендеп алғымыз келіп отыр. Былтыр 50 мың балабақша кезегінде тұрған еді. Биыл олардың жалпы саны қысқарды ма? Балабақша бойынша мәселені қалай шешіп жатырсыз? Биыл біз 10 балабақшаның құрылысын бастадық. Үшеуін келе жатқан 1.90-ның ішінде үшеуін іске қосамыз. 17 жылдан бері бірінші рет жергілікті бюджеттің арқасында салынып жатқан балабақшалар. Мысалы, былтыр оның алдында соңғы 5-6 жыл тек қана жеке меншік балабақшалар болатын. Ол жерде әрбір балаға төлеу ақысы бюджетке, отбасының бюджетіне оңай емес. Кем болғанда 50 мыңнан басталады да 150-200 мыңға дейін барады. Мысалы, кез келген отбасы оны көтере алмайды. Сондықтан осындай шешімге келіп, қазір 10 балабақшаны өздеріміз бастадық. Үлкен балабақшалар 250-ден 300 балаға дейін. Оны бір жылдың ішінде бітіреміз, және келесі этапқа тағы да 10 балабақшаны бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Осы жерде енді сіз жаңа балабақшаның ақысын айтып кеттіңіз ғой. Мысалға, мен ойлаймын, сіз де бала өсіріп отырсыз. Мысалға, қанша мемлекеттік қызметкерлердің, жалпы азаматтардың балалары бар. Қазір бізде мүмкін жақсы шығар, кезінде мектептер аз болған кезде. Қазір жекеменшік мектептерді ашу деген бір трендке айналды. Әрине оның сапасы, немесе беретін білімі, кадрының қаншалықты, бағдарламасы қаншалықты мықты деген сұрақтар ол екінші мәселе. Бірақ бірінші мәселе осы жерде олардың құнның әрқашан жоғарылауында. Сіздің қала әкімі ретінде осыған қатысты пікіріңіз қандай жалпы? Бұл қаншалықты дұрыс? Жалпы неге біз биыл мысалы жергілікті бюджетпен балабақшалардың құрылысын бастадық? Мектептерді айтып отыр. Осыдан бастайық. Соңғы жылдары, соңғы 7-8 жыл тек қана жекеменшік балабақша ашылып жатыр. Енді мысалы мемлекеттік балабақшаға баланы апару деген үлкен бір проблема. Тегін балабақшаға. Кезек. Жалпы тұрғындардың талаптары мемлекеттік балабақшалар көп болу. Неге десеңіз, құны өсіп жатыр. Расында ондай проблема бар. Мектептің де проблемасы осы. Сондықтан президенттің қолдауымен арнайы мысалы 24 мектепті тек қана жайлы мектеп бағдарламасының арқасында осы Астана қаласында салынып отыр. 24 мектеп деген ол мысалы 2 ауысымды болса 4 мың бала, ол 80 мың баланы қабылдайтын 24 мектеп. Үлкен проблеманы шешіліп отыр.
Қосымша 15 мектеп өзіңіз айтқан мынау Коррупция. ол да бір 30 мың бала. Сондықтан бұл жалпы 2 жылдың ішінде бұл мәселе толығымен шешіледі деп айта алмаймын, бірақ бір келе жатқан 5-6 жылға бір мынау кепілдік беретін бір үлкен бір шара аяқталады. Бағаның түсуіне сол әсер етуі мүмкін Ол бе? бағаның түсуіне әсер етеді. Ең бастысы мынау дефицит болмайды ғой. Бірақ жеке меншікті таңдайтын ата-аналардың көбісі баласы таңнан кешке дейін жаңағы сол мектепте болуын қалайды, а мемлекеттік мектептерде көбінесе жаңа өзіңіз айтқан 2 ауысымды мәселесінің себебінен екен. Қазір қалада бізде 8 3 ауысымды мектеп бар. Мысалы, мысалы 5,5 мың бала оқитын мектептер бар. Сондықтан ең Ол басты қашан шешіледі? ол жалпы биыл ондай 5 мектеп кететін болады, келесі жыл толығымен шешіледі. Уәде бересіз? Иә, уәде береміз. Келесі жылы 3 ауысымды мектеп қалада болмайды. Болмайды қалада. Жеңіс мырза, бізде енді бұл сұрақты неге қояйын деп отырмын? Сіз 97 жылы Қазақ мемлекеттік сәулет құрылыс академиясының сәулеттік орта дизайн факультетін бітіргенсіз. Бізде қазір құрылыс кодекс талқыланып жатыр. Бұл құжат 1 жыл бұрын енді мәжіліске кіргізілген. 2024 жылдың басында президент кодекс жобасы қойған мақсатқа жауап бермейді, жаңа тетіктер мен шешімдер жоқ деген. Сіз жалпы бұл құжатпен бір танысып көрдіңіз ба? Иә, бұл құжатта сіздердің негізгі жұмыс тіпті ережелеріңіз жазылған, қателеспесем. Мысалы, мына қалаға келетін инвестицияның жартысы ол құрылыс саласына келетін инвестиция, тұрғын үй құрылыс саласына. Сондықтан бұл құжат бізге өте маңызды құжат. Қазіргі енгізіліп жатқан өзгерістердің көбісіне, мысалы, біз идеяларына басқасына қосылып министрлікпен бірге жұмыс істедік, және біздің ұсыныстарымыз көбісі кіріп жатыр оның ішіне. Мысалы, Қазақстан бойынша жылына бір 15 миллион шаршы метр тұрғын үй берілсе, оның кем болғанда 4 миллионы Астана қаласында. 4 миллион шаршы метр Астанада жылына салынады. Үлкен жұмыс, және бізде мына жұмыс істейтін азаматтардың 1/3 мына құрылысқа қатынасты бизнесте жұмыс істейді. Шағын орта бизнес болсын, құрылыстың өзінде болсын, құрылыстың қасында тасымалдау жұмыстары бар, басқасы бар, оған құрылыспен байланысты бизнесте жұмыс істейді. Сондықтан бізге өте маңызды құжат. Біз бұл жұмыс тобында бармыз және белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Енді мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек өте әлсіз құжат, үш заңды біріктіре салған деген пікірді айтты. Ол нақты бір сұрақтарға байланысты шығар. Иә, бұл жерде ол кісінің айтқаны жаңа нормалары адамдардың құқықтарын, адамдардың бостандықтарын қорғамайды, құрылыс компанияларының мүддесін қорғау үшін кезінде қабылданған нормалар, лобби нормалары осы құрылыс кодексіне кіріп кеткен. Тіпті кейбір ақпарат бойынша, Жеңіс мырза, депутаттардың арасында да осы өздерінің арасында да пікір қайшылықтары болып жатыр екен. Ол нақты мына мәселені қарау керек. Қай мәселе бойынша осындай пікір бар. Расында ондай бар шығар. Бірақ мына қаланы ұсынған көптеген мәселелер заңның ішіне кірді, жобасына. Қарсылықтар туындады ма? Болды, әртүрлі пікір болды, бірақ өзіңіз дұрыс айтасыз ғой. Бір жағында құрылысшылар бар. Мысалы, құрылысшылар одағы бар, екінші жақта мысалы үлескерлер бар. Басқа бизнес бар құрылысқа байланысты. Сондықтан әртүрлі пікірлер, бірақ бір ортақ позицияға келіп, мәселелер шешіліп жатыр. Бір жағынан мен түсінем, құрылыс компаниялардың бәрін қысуға болмайды. Олар өзіміз айттық қой, 50% қалаға келетін инвестиция солар, және жаңа жұмыс орындарды беретін 1/3 солар. Екінші жақтан мынау рұқсатсыз, құжатсыз құрылыс нысанды салу ол да дұрыс емес. Ертең оның сапасына үлкен проблема болады. Үлескерлер проблемасы. 2 толқын болды ғой. Қазір ғана екінші толқын толығымен бітіп жатыр. Шешілді ма? Былтыр сізбен сұхбат берген кезде бізде 4 мыңнан астам ресми түрде тіркелген үлескерлер қалған. Қазір биыл осы айдың ортасына дейін соңғы кілттерді таратамыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы құрылыс компаниялармен жұмыс істеу қиын ба? Себебі орысша айтқан кезде недобросовестный дейді ғой.
Яғни кейбір кезде біз байқаймыз, сапасы салынған үйлерді көреміз мысалға. Басындағы дизайн, басындағы презентациясын көрсең, сондай әдемі қылып таныстырып жатады, бірақ соңында сұрақтар туындап жатады. Соңында тіпті президенттің өзінен сұрақтар туындап жатады, мысалы көшені аралаған кезде дизайндарға қатысты немесе басқаға қатысты. Неге бұлай, қалай ойлайсыз? Сіз енді қанша дегенмен Былтыр соны түсініп, біз бірнеше мына қаланың ішінде депутаттармен мына біздің қалаға байланысты бірнеше құжатты қабылдадық. Мысалы, қаланың жасыл уставы бар қазір. Сол құжат бойынша, мысалы, құрылыс компаниялар міндетті түрде дендропланды, дендрожоспарды бізбен келісіп, сол жоспар бойынша тек қана сол жоспарға сәйкес үйді тапсырады. Ол жоспар бойынша олар мысалы қандай талдарды егеді, сосын міндетті түрде 3 жыл оны өздері ұстау керек. Мысалы, келесі жылы ол тал солып қалса, қайтадан оның орнына басқа талды егу керек міндетті түрде. Тек қана 3 жылдан кейін жалпы ол алаңды КСК АСИ дейді ғой қазір. Сол АСИға болмаса мынау ауданға тапсырады. 3 жыл өзі ұстайды. Ол ондай кепілдік бар. Көп құрылыс компаниялар онымен келіспеген былтыр. паркингсіз салынған үйлер көп. Енді былтырдан бастап, мысалы, біз бірде-бір жаңа жобаны қабылдамайыз, паркинг болмаса. Былтыр, мысалы, ақпанға дейін заң бойынша ондай мүмкіншілік болды. Қазір ондай мүмкіншілік жоқ. Қандай үй болсын, бизнес-класс болсын. Міндетті түрде балалар ойнайтын алаң болу керек, Міндетті түрде паркинг болу керек қазір. Үйдің астында паркинг болмаса, онда міндетті түрде үйдің қасында көп этажды паркингті салады құрылыс компаниялар. Былтырдан бастап. Алаңдар, көгалдандыру мәселесі, абаттандыру мәселесі, қызыл линияға дейін ол енді компаниялардың міндеті. Егер оны істемесе, онда ол үй қабылданбайды. Қабылданбайды. Ондай практикада бар ма қазір? Осы жылдан басталды ғой. Қалай қабылдап жатыр құрылыс компаниялар? Шығын ғой енді ол құрылыс компаниялар. Иә, түсінікті, бірақ олар бәрі осы қалада тұрады ғой. Балалары осы қалада. Өздері түсініп отыр. Өздерінің болашағын осы қаламен байланыстырып отыр. Сондықтан түсінеді, қабылдап отыр қазір. Жеңіс мырза, үлескерлердің мәселесі демекші. Неге үлескерлерге әрқашан соңында әкімдік жауапты болып шығады? Осы мәселені жалпы қалай шешуге болады? Ол жалпы біздің менталитетіміз ғой. Енді оны түсінікті ғой, енді ол басында барып өзі жеке компаниямен келісіп үйді алды дейік, үйді салды дейік. Неге құрылыс компаниясы үшін мемлекет жауапты болу керек? Мен сізге қазір ресми түрде айтып отырмын. Бізде кезінде арнайы құрылған Елорда құрылыс компаниясы келесі жылдан бастап біз ол компанияны таратамыз. Қазір сұхбат беріп сізге осыны ресми түрде айтып отырмын. Ол жалпы қаланың тұрғындарына үлкен ақпарат. Келесі жылдан бастап өкімет бұл мәселелерге жауапты болмайды. Кім жауапты? Өздері. Құрылыс компаниясы? Мысалы, мен құрылыс компаниям, сіз қаланың тұрғыны, сіз сатып аласыз, менен пәтерді сатып аласыз ғой. Енді ол екеуміздің қарым-қатынасымыз. Келісім шарт бар. Осы келісім шарт бойынша құрылыс компания сізге, мысалы, 2 жылдың ішінде пәтер беруге міндетті, сіз осы 2 жылдың ішінде соншама ақшаны төлейсіз. Болды. Арасында мемлекет жоқ. Сондықтан болашақта мемлекет бұл мәселелерге кіріспейді. Және төлемейді ештеңе. 2 толқында мемлекет президенттің тапсырмасымен көтеріп, тұрғындарға көмегін берді. Ары қарай ол халық оны түсіну керек. Басқаша болмайды. Құрылыс компаниясының өзі жауапты болу керек. Бірақ оның кепілдендірілген банкте мүмкін қаражатын қайтарып беру деген сияқты сіздің ойыңызша. Бақылауда ұстау үшін көптеген өзгерістер заңға қазір енгізіліп отыр. Мынау сіз айтқан құрылыс мәселесін реттейтін заңға, мынау қаланың ерекше статусы бойынша заңға бірнеше өзгерістер енгізіліп отыр. Ол кішкене осы саланы қысып, және ерекше бақылауда ұстайтын болады. Бұндай болмаған ғой деймін бізде бұрын Қазақстанда, қателеспесем. Біз мысалы мына компания келесі жыл таратамыз, болды. Елорда құрылысты ма? Болды. Соңғы үйлерді салып,
кілттерді тапсырып, ары қарай Жеке меншікке өте ме, әлде қалай болады компания? жоқ, ол болашақ таратылады. Болмайды ондай компания. сатылмай ма? Приватизация Жоқ, басқа? ол тек қана мына Тарихы бар ғой компанияның. жоқ, ол өз салмай ештеңке салмайды ғой. Салмайды ма? Иә, ол тек қана мына мәселені реттейтін компания. Жалпы қалада құрылыс компанияларының бір рейтингі бар ма? Мысалға, осы қалада қаншама үйлер салынып жатыр ғой. Кейбір компаниялар біз былай деп сізге уәде беруі мүмкін, мысалы, бірақ соңында ол орындалмауы да мүмкін. Ол мына интернетте ондай ақпарат толығымен бар ғой. Мысалы 4 миллион шаршы метр үй салынып жатыр, 4,5 миллион. Оның ішінде мысалы 20%-ын бір компания салады, екінші компания соншама пайызын салады. Сосын ол интернетте проблема, компанияларда проблема болса, ол бәрі күнде шығады. Сосын әлеуметтік желілерде бәрі бар. Оның бәрін қарау керек. Анализ болу керек. Мен түсінемін, бағасына байланысты көп мәселелер. Халық бағасын қарайды ең біріншіден. Бірақ компанияның тарихын қарау керек. Кеше проблемалар болды ма, болған жоқ па? Көптеген мәселелер, проблемалар содан туындайды. Осы Қазақстандағы ең ірі құрылыс компаниясы әр қателеспесем 5 жыл сайын ақш-тан ба сондай бір мықты маманды шақырады, және оларға жаңағыдай не өткізеді? Мастер-классын өткізеді, тест өткізеді, кәдімгідей бірнеше уақыт. Сол кезде, осы жақында келген кезінде, былтыр келген кезде, жаңа құрылыс компаниясына айтқан екен: сендер әлі үй салып білмейсіңдер, құрылыс салып білмейсіңдер, сендер жай қызығушысыңдар. Білмеймін, ондайды мен бірінші рет естіп отырмын, бірақ мүмкін. Оны кім айтыпты? Қазір мен сізге айтайын: Paul Akers, Lynn Paul Akers. Мүмкін, бірақ ол компания, мен түсінсем, қай компания айтып отырсыз. Ол енді шын айтсақ, BI Group туралы, енді BI Groupқа келіп айтқан, ол жерде енді барлық компанияларды айтқан ғой, қазақстандықтар әлі сендер құрылыстың жалпы маңызын әлі түсінген жоқсыңдар деген пікірді айтқан да. Білмеймін, олай айтуға бола ма, болмай ма? Біз мысалы салыстыруға болады ғой. Москва жылына бір 8 миллион шаршы метр үй салып отыр. Астанада 4 миллионнан астам. Сондықтан мен ойлаймын, Қазақстандағы ең үлкен ірі компаниялар, олар жоғары деңгейде жұмыс істейді. Және тек қана Қазақстанда емес қой, бірнеше мемлекетте істеп жатыр. Оның ішінде Америкада бар. 22 қазанда сіз президенттің қабылдауында болдыңыз. Елорданың жалпы әлеуметтік, экономикалық және инфрақұрылымдық даму жөнінде есеп бердіңіз. Президент есебіңізді қалай қабылдады? Өткенде бізде министр мырза келген кезде президент айтқан екен, есебіңіз қабылданды деп қана айтқан екен. Маған оны айту дұрыс емес шығар. Өзім солай деп ойлаймын. Жалпы президенттің былтыр осы жылы қойылған мәселелер бойынша есепті бердім. Ең басты мәселелер, былтыр өзіңіз жақсы білесіз ғой, ауыз су мәселесі болды. Сосын жылу мәселесі. Және соңғы есебім жыл маусымның басында болды ғой. Сондықтан осы мәселелерге ерекше назар аударылды, және ол есеп қабылданды. Біз соңғы жылдың ішінде 1000-нан астам гигакалорий жылу бердік қосымша. Биыл қалада жылу қуаты алғаш рет артығымен өндіріле бастады деген жаңалық естідік. Бұған қалай қол жеткізілді? Президенттің қолдауымен былтыр 3 үлкен нысан іске қосылды. Оның ішінде көптен құрылыс тоқтап қалған ТЭЦ-3, оның бірінші этапы толығымен бітті. Тұран және Қарағандыға шығатын жолдың бойындағы жаңа газ жылыту станциясы. Сол 3 нысан бірге 1100 гигакалорий қосымша жылу берді қалаға. Бізде жыл сайын қыста бір 500 гигакалорий дефицит болатын, 500-400. Қазір профицит бар. Және құрылыс тоқтамай қосымша осындай нысандар салынып отыр. Жылына біздің жоспарымыз бойынша келе жатқан 2 жылдың ішінде қосымша тағы бір кем болғанда 500-ден астам гигакалорий қосымша береміз, және ол бір 5-6 жылға жеткілікті.
Су мәселесі де солай. Бізде осы уақытта жылыту маусымына дайын болмаған үшін жалпы сөгіс алған қызметінен кеткен әкімдер бар. Мысалы, Саран қаласының әкімі 1 ай бұрын қызметінен босалды. Жалпы жылыту маусымына қашан, қалай дайындалу қажет? Оларға жалпы қандай кеңес айтар едіңіз өзіңіз? Жеке тәжірибеңізде. Мына жылыту маусымы бітеді ғой. Сол келесі күні Көктемде? Иә, сол келесі күні дайындықты бастау керек. Келесі жылыту маусымға. Бірден бастау. Бірден келесі күні бастау керек. Жөндеу жұмыстарын. Оның бәрін қазанның басына дейін толығымен бітіру керек қой. Мысалы, Астанада қазанның басында жылыту маусымы басталады. Мынау ортасында, наурыз бен қазанның екі ортасындағы 5-6 ай тек қана мынау жөндеу жұмыстары күнде. Таңертеңнен басталады, күні түні сонымен жүру керек. Басқаша болмайды бізде. Жеке өзіңіз қадағаладыңыз ба? Мысалы, әрбір жексенбі күні бізде мына тесттер таңертең 10-нан басталады. 1-2-ге дейін тесттерді аралаймыз. Апта сайын. Басқаша дайындық болмайды. Сосын коммуналдық мекемелерде істейтін мамандарды жинау және оларды ұстау. Соңғы 2 жылдың ішінде олардың жалақыларын дұрыстап көтердік 2 есе. Көтердіңіздер ме? Басқаша олар үлкен мамандар қалмайды. Бізде, мысалы, коммуналдық мекемелерде айлық 200 мың теңге болатын. 250 орташа. Қазір 500-ге дейін көтердік. Әсіресе инженерлер. О жерге сапалы мамандар келе бастаған шығар қазір. Мамандар бар. Қалада мамандар бар. Теплотранзит болсын, Астана энергия болсын, тесттер болсын, мамандар бар. Оларды сақтау керек. Және жас мамандарды дайындау керек. Үлкен мәселе. Тағы бір үлкен мәселе ол көлік инфрақұрылымын нығайту, кептеліс, қоғамдық көлік, LRT. Сосын былтыр өзіңіз айтқандай, қала жыл сайын 70-80 мың адамға өсіп жатыр. Салыстыру үшін, мысалы, Алматы облысының орталығы Қонаев қаласында 60 мың адам тұрады десек, сондай Қонаев сияқты жыл сайын бізге адам келіп жатыр. Былтырда бұл сұрақты қойдым, алайда нақтылау үшін. LRT нақты қай жылы пайдалануға беріледі? Уәде бересіз ба? Сосын LRT қандай мәселені шешеді? Қазір LRT-ның айналасында қандай мәселелер бар? Бүгін бір ақпарат шықты, рельстер қойылды ғой деймін алғашқы, қателеспесем. Басталды ол. Рельс алғашқы рельстер қойылды ғой деймін, 2,5 километр деді ма? Жалпы деполарды салуда қандай мәселелер бар? Сосын қандай компаниялар салып жатыр қазір? Ол консорциум, бір 6-7 компания, Қытай компаниялары. Қазақстан бар ма? Жоқ, жалпы ішінде мердігерлер бар ғой, қазақ компаниялары. Бірақ негіз мынау консорциум бас компаниясы ол Қытайдың компаниясы. Жалпы соңғы жылы өзіңіз көрдіңіз, жобада 2,5 мың адам жұмыс істеді. Келесі жылы біздің жоспарымыз бойынша 4,5 мың адам жұмыс істейтін болады. Оның 1/3 ол жергілікті азаматтар. Енді биыл толығымен эстакадасын бітірдік. Эстакада құрылыс жұмыстарын. Келесі жылы станцияларды бітіреміз, жаздың кезінде, жазға дейін. Биыл өзіңіз көрдіңіз, премьер-министр 1 ай бұрын аэропорттағы 101-ші станция дейміз оны. Сол станцияны аралап көрді, ол станцияның құрылыс жұмыстары да бітті. Жалпы биыл 3 станцияны бітіреміз деп жоспарлағанбыз. 18 станция болады. 18 станцияның бәрі келесі жылдың тамыз айына дейін дайын болады. Бірінші рельстерді салу. Қандай да бір проблемалар туындауы мүмкін ба, дайын болмай қалуы? Проблемалар күнде ол туындайды. Проблемалар аз емес. Ол біздің климатке байланысты. Қазір мысалы 3 айға жұмысшылар кетіп жатыр. 3 ай тек қана станциялардың ішінде, депоның ішінде жұмыстар болады. Сыртта көрінбейді. Қазір маған интернетте, әлеуметтік желілерде жазып жатыр, жұмысшылар жоқ, қайтадан тоқтап қалды. Ол ауа райға байланысты. Жұмысшылар қазір ішінде жұмыс жасап жатыр. Енді 15 пойыз келетін болады. Бірінші пойыздар жазда келеді. Жалпы келесі жыл толығымен құрылыс аяқталады, және пусканаладка дейді ғой. Оны біз қараша айында бастаймыз.
Оған 3-4 ай керек болады. Бәрі дұрыс өтсе, жылдың соңына дейін дайын боламыз. Келесі жыл ол соңғы жыл. Қоғамдық көліктердің саны жеткіліксіз екенін белгілі, мысалы. Бұл әсіресе таңертеңгі және кешкі уақытта байқалады бізде. Былтыр сатып алынады деген 300 автобус мәселені шешті ме? Биыл неше автобус сатып алынды? Жалпы 1,5 жылдың ішінде 700 жаңа автобус келді қалаға. 700 жаңа автобус. Оның бір 600-і әкімшіліктің арқасында, қалғаны жекеменшік. Енді келесі жылдың жоспары 300. Сонымен біз кішкене тоқтатамыз соны. 2000-ға дейін барамыз, 2000 автобус қалада жұмыс істейтін болады. Мысалы, 23 жылдың басында қалада 1200 автобустай болады. Жалпы проблеманы жақсы түсініп отырмыз. Жылдамдық та өзгеріп жатыр. Сосын сервистің сапасы да өзгеріп жатыр. Бірақ қазіргі күні біздің есебіміз бойынша қосымша бір 300-400 автобус қосымша керек. Маршруттардың саны көбейіп жатыр ғой. Сосын маршруттың ұзындығы да көбейіп жатыр, қала өсіп жатыр. Электр автобустарын енгізу мәселесі. Біздің жоспарымыз келесі жылы бір 10% электр автобустар болады. Бірақ оны түсіну керек. Біз биыл 20 теңгеге билеттің құнын көбейттік. Қазір 110 теңге. Бірақ соңғы рет оның алдында билеттің бағасын белгілеген кез ол 2012 жыл. 12 жыл билеттің бағасы өзгерген жоқ. Расында, мысалы, себестоимость дейді ғой. Ол бірақ бәрі қымбаттап жатыр қалған заттар. Мен түсініп отырмын, билеттің бағасы 110 теңге, себестоимость 300-ден асады. Сондықтан ол субсидия. Қала көптеген қаражатты субсидияға төлеп жатыр қазір. Билеттің бағасын 110 теңгеде ұстау үшін. Электроавтобус, оның бағасы, мысалы, одан да көп. Кем болғанда 400 теңге. Билеттің бағасы 110. Арасында 300 теңге. Оны төлеп субсидия беру керек. Сондықтан үлкен мәселе ол. Ол жұмыс атқарылады, істелініп жатыр, бірақ субсидияға байланысты әзірше біз дизель және газбен жүретін автобустарды алып отырмыз. Былтыр қаладағы жасыл белдеудің аумағын кеңейту жоспар туралы айтқан едіңіз. Биыл өзімізде байқадық, қалада ағаштар көп отырғызылды, тіпті өмірі болмаған бір алаңқайларда, ойын-сауық орталықтарының қасында тіпті кейбір азаматтардың пікірінше ол жерде үй салынып кетеді, ол жерде тағы да бір зат салынып кетеді деген жерлерде бақтар пайда болды. Керуеннің алдында мысалы. Осы уақыт аралығында қанша гектар жерге ағаш отырғызылды? Жалпы осының бір есебін қабылдайсыздар ма? Тіпті бұған қатысты кейбір пікірлер бар, Жеңіс мырза. Мысалы, ағаш солып қалады, немесе басқа болып қалады, ол ақша суға кеткенмен бірдей дегенде пікірлер бар. Ол жұмыс, мысалы, былтыр егілген ағаштардың 90%-дан астамы солмай. Шыдамды? Шыдады, қысты да және өзін көрсетіп жатыр. Біздің жоспарымыз бұл жұмысты арғарайда осы деңгейде жалғастыру. Кем болғанда 1 миллион әртүрлі өсімдіктерді егу. Оның ішінде үлкен талдар да бар. Орысша айтқанда саженец, сеянец, гүлзарлар. Соның бәрін көгалдандыру жұмыстарын арғарай жалғастыру. Келесі жылда 1 миллионнан астам ағаштарды егеміз деп жоспарлап отырмыз. Жаңа саябақтар пайда болады. Биыл өзіңіз көрдіңіз, мысалы, ботаникалық бақ өзгеріп кетті. Ол жерде күрделі жөндеу жұмыстары өтті. Келесі жылы біз көктемде бір 4000 ағашты сол жерде егеміз деп жоспарлап отырмыз. Ұлытау аллеясы, Мәңгілік ел, Астана арена, Алау арена, олардың алдындағы келесі жылдың жоспары бойынша үлкен бір жоба, ол орталық саябақта жөндеу жұмыстарын өткізу. Ескі талдармен жұмыс істеу. Және негізгі проблема ол су проблема қалада. Енді әрбір талға точный полив дейді ғой. Сол жұмыспен айналысып отырмыз.
Жалпы көріп отырмыз, қала о жағынан өзгеріп жатыр және мына тұрғындарға ұнайды. Кіші Талдыкөлде жоспарланған экопарк келесі жылы пайдалануға беріле ме? Иә, қазір жобасына өзгерістерді енгізіп отырмыз. Ол жұмыс келесі жылдың сәуір айында басталады және бір 70% келесі жыл бітеді деп жоспарлап отырмыз. Астана қаласы климаттық жағдайларға байланысты қыста ауа сапасының нашарлауына жалпы жиі шағымданады. Экологияны жақсарту үшін қандай нақты қадамдар жасалып жатыр? Мысалы, қоғамдық көлікті газға, электр қуатына көшіру туралы, немесе жақында ғана қателеспесем мына Шұбар массивін қабылдадық деген ақпаратыңызды оқып шықтық. Сол жерде жалпы газдандыру мәселесі, ол да егер ауаны тазарту мәселесіне. Ең басты мәселе, мысалы, ненің әсерінен негізі ауа бұзылады бізде? Өткен аптада өзіңіз көрдіңіз ғой, кішкене қаладағы ауаның сапасы кішкене өзгерді. Көптеген наразылық болды бұл мәселе бойынша. Ол негізгі проблема көмір. Көмірді әлі пайдаланып жатырмыз. Қалада 22 мыңнан астам ИЖС дейді ғой, жекеменшік тұрғын үй бар. Оның тек қана 53% газбен қамтылған қазіргі күні. Өткен аптада Үркерге газды бердік. Биыл осы жылдың соңына дейін бір 800 үй газға қосылады. Келесі жылы 5000 үйді толығымен Үркерде ол жұмысты бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Осы аптаның ішінде мен Шұбардың тұрғындарымен кездескем. Жоспарымыз келесі жылы ол жерде бір 900 үй бар, онда толығымен газбен қамту. Бұл мәселе шешілсе, қаланың орталықта қыстың кезінде ауа райының сапасы мүлдем өзгеріп кетеді. Тельман бар, сосын қалада осындай қалатын 3-4 массив, оны да бір жылдың ішінде бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы келесі жылы 8000 үйге газды береміз, қалатын 3000-ды 26 жылы бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Ең басты магистральды желілер келді. Қазтрансгазға ризашылығымызды айтып отырмыз, олар үлкен көмекті бізге берді. Биыл магистральды газ келіп отыр, енді мына массивтердің ішінде тарату керек оны. Мен қаланың тұрғыны ретінде айтайын, біз мысалы бұрын мына үлкен ТЭЦ-1 мен ТЭЦ-2 және ТЭЦ-3 толығымен газда қазір. Таңғы уақытта болсын, кешкі уақытта болсын, жалпы бір көшенің сондай бір жиі жуылатынын көрмейтін біз. Биыл Жібек жолы телеарнасы таза қала деген рейтинг өткізді қалалардың арасында. Сол кезде қателеспесем, Астана қаласы бірінші орынды алды 25 ұпаймен. Бұл арнайы бір сондай тапсырма, жаңадан жоспар құрдыңыздар ма, әлде қалай болды? Жалпы солай болу керек қой. Бізде сұхбаттың алдында айтып кеттік, 4 миллионнан астам шаршы метр тұрғын үй жыл сайын беріледі, және құрылыс алаңдары көп қой. Сол құрылыстан машинамен бірге шаң шығады, басқа да қоқыстар шығады, сондықтан ол ертең жолдағы шаңға айналады. Біздің жолдарымыз жылдың басында, әсіресе мамыр айында шаңды болып тұрады. Сондықтан күн түні оны жуып жатырмыз қазір. Қазір де қыстың кезінде бұрын қар жауғанда біз тек қана әртүрлі присадка бар ғой, оның ішінде пескосоляный дейді. Соны пайдаланатынбыз. Қазір құмды сеппейміз қазір. Әйтпесе ол құм ертең көктемде шаңға айналып, жолдарда экология бір жағынан, сосын көшенің, қаланың көрінісі жоқ. Мысалы, енді әлемнің астаналарын қарап отыратын шығарсыз өзіңізді. Көптеген дамыған елдерде көліктер егер шаң болатын болса, соған айыппұл салынады. Тіпті жүргізбей қояды. Біздің қазақстандықтар жиі баратын, жақсы көретін Дубайдың өзінде, мысалы, мүлдем егер көлік сәл көрінісі нашар болды ма, ол жүрмеуі де мүмкін. Және жиі тазалап, сүртіп, жуып тұру керек. Мүмкін
Осындай заттарды енгізу керек шығар қалаға. Қалай Бізде ойлайсыз? мысалы ережелер және заң бойынша ондай талаптар бар. Ол ірі көліктерге ғой деймін, қателеспесем. Жоқ, жалпы тек қана ірі көлік емес, мына қоғамдық көлікке де, жеке меншік көліктердің бәріне сондай талап бар. Бірақ біз Кім қадағалау керек оны? полиция. Бірақ біз түсініп отырмыз ғой, қалада құрылыс көп. Сосын құрылыстан шығатын мынау лай кір, мынау шаң бар. Сондықтан оны бәрін есепке алып, кішкене мынау о жағынан қатты қыспаймыз. Бірақ болашақта Ол да болу керек. Болу керек, және ол болып жатыр. Бірақ жағдайды біз бәрін көріп, оны кішкене есепке алып отырмыз. Астана қаласында енді көктемгі су тасқынына дайындықтың әрдайым өзекті екенін білесіз. Бізде жыл сайын мәселелер басталады. Енді былтыр Құдай сақтасын, бірақ Қазақстанның жалпы көптеген өңірінде, Астананың маңайында деуге болады, су басты өңірлерді. Өткен жылдары сіздер бұл бағытта бірнеше жобаларды қолға алған едіңіздер. Канализациялық жүйелермен, жалпы су қоймаларының жағдайы қандай? Мысалы, жыл сайынғы су тасқыны қаупін болдырмау үшін қандай ұзақ мерзімді шараларды қабылдадыңыздар? Себебі, қателеспесем, Астананың айналасындағы көптеген барлық облыстарда су басу фактілері орын алса да, Астанада ондай орын алмады. Ол неге байланысты? Фейк ақпараттар тарады енді. Ол Астананың маңайында мына инженерлік нысандар кезінде жоспарланған, салынған, олар шыдады. Мысалы, биыл мына су тасқыны шыдады және өзін көрсетті. Кезінде мына дұрыс орында салынған екен. Жалпы мына мысалы аэропорттың қасындағы контррегулятор биыл 250 миллион суды қабылдап, сол жерде ұстап қалды. Үлкен көмегін көрсетті. Жалпы бізде қалада о жағынан проблема болған жоқ. Арғарайда біз енді түсініп отырмыз, ол контррегуляторды, платинады арғарайда жөндеп жоғары деңгейде ұстау керек. Ол ең маңызды инженерлік нысан сол бізге осы мынау су тасқын кезіндегі қалаға көмегін көрсетеді. Сол нысан бойынша арғарайда министрлікпен біз жұмыс істейтін боламыз. Ең басы сол нысан. Ол толығымен биыл өзін көрсетті. Бірақ мына ливневка дейді ғой. Осы мәселе бойынша бізде проблема болды. Ол негізгі проблема Тұран даңғылы бойында бірнеше рет, әсіресе мына тамыз айында үлкен жауын болды ғой. Содан кейін 2 рет пе 3 рет сол бір орында ондай проблемалар туындады. Ол проблемалар бойынша біз жұмыстарды атқарып отырмыз. Жаңадан коллектор салынды. Сосын 2 резервный водосток салынып отыр. Келесі жылы ондай проблема Тұранда болмайды деп санап отырмыз. Бірақ қала өсіп жатыр, жаңа массивтер бар. Заңды заңсыз ливневка кәріз желілеріне қосылатын үйлер де бар. Бұл мәселелер анда-санда пайда болады, бірақ оны біз системалық ретінде оны шешетін жағдайымыз бар, және қаражатты бөліп отырмыз оған. Бірақ қала өсіп жатыр, сондықтан ондай жалпы локальды проблемалар болады. Оны түсіну керек. 3-тен 1 заңсыз салынды деп айттыңыз ғой, өткен жылы. Кезінде болатын. Сол қаланың дамуына қандай зиян тигізуі мүмкін жалпы? Ол заңсыз болғанда былай ғой. Мысалы, жер бөлінді кезінде 4 гектар, 3 гектар, 5 гектар, оның ішінде гараж бар, мысалы дача, жеке меншік құрылыс компаниясының міндеті толығымен оны сатып алып, сосын құрылысты бастау. Мысалы, 10 шақты, 20, 50 ондай гараж болып, 49 сатып, біреу сатпаса, ол заңсыз деп саналады. Ортасында бір гараж тұр, құрылыс басталып кетті, ол құрылысқа ешқандай кедергі жасамайды, бірақ ресми түрде ол заңсыз. Көбісі 90 біз айтқан заңсыз құрылыстардың проблемалары осы 90%-ында. Және ол кәріз жүйесіне де, жылу жүйесіне де қосылу қабылданбайды? Жоқ, ол басқа мәселе. Бұлай құжаттары толығымен дайын емес. Жобасы бар, сараптамадан өтті, су, газ, басқасын бәрі беріліп отыр.
Ол жағынан ешқандай проблема жоқ, бірақ құрылыстың ортасында бір-екі жекеменшік мысалы гараж бар. 95% проблемалар осындай. Биыл президент туризм бойынша үлкен жиын өткізді. Астана халықаралық деңгейдегі туристік қала ретінде даму үстінде. Алайда Астанаға келетін азаматтардың көбі енді қызметтік сапарларға келеді. Қаланың жалпы туристік әлеуетін арттыру мақсатында қандай жаңа жобаларыңыз бар? Астана туризмге назар аударуда ма? Біз түсініп отырмыз, құрылыс саласы тағы да бір 5-10 жыл осындай инвестиция беретін шығар қалаға. Ары қарай мына жалпы экономиканың структурасы өзгереді. Сондықтан жаңа салаларды, жаңа драйверлерді табу керек. Оның біреуі біздің жоспарымыз бойынша туризм. Әртүрлі туризм. Мәдениет саласына байланысты, спортқа байланысты. Мысалы, биыл өткен көшпенділер, дүниежүзілік көшпенділер ойын көрсетті ғой. Соншама туристер келді. Қаладағы мына сервис көрсететін нысандар, қонақ үйлер, ресторан, басқасы бәрі тола болды. Үлкен қалаға мына салық жағынан үлкен бір көмек болды. Сондықтан бұл саланы ары қарай дамытамыз деп жоспарлап отырмыз. Событийный туризм дейді, басқасы бар. Сондықтан көптеген концерттерді осы жерде өткіземіз. Жалпы жоспар бар. Министрліктер оны қолдап, өздерінің үлкен-үлкен шараларды осы жерде өткізіп жатыр қазірде. Оған да дайындық керек. Қонақ үйлер жаңадан салыну керек. Қазір мысалы қонақ үйлердің бәрі тола. Жетпей жатыр. Жетпей жатыр. Мысалы аэропорт арқылы, Астана аэропорт арқылы ұшып келіп келетін адамдардың саны биыл 10%-ға өсті. Ол не деген сөз? Туристің саны өсіп жатыр деген сөз. Жалпы сізге өзіңізге астаналық деген кезде қандай адам елестейді? Ол қандай болу керек? Ассоциация бар ма бір? Астаналық деген кезде біз енді қанша жыл болды Астананың құрылғанына? 97-98-ден бері. Былтыр 25 жылдығын тойладық. Енді 25 жастағы азаматша. Ең жас жалпы мына қалада тұратын тұрғындардың орта жасы бір 30-ның маңайында. Сондықтан ол жас отбасы. Әрбір отбасыда 3-4 бала бар. Білімді азаматтар, болашағы бар. Және мына осы қалаға 90% басқа өңірлерден келген азаматтар ғой. Өз үміттерімен келіп, мақсаттарымен келді. Жалпы қала, қалада мақсаттары орындалатын қала деп жалпы Астананы мен осылай өзім түсініп отырмын. Және мына қалаға келген азаматтар ол өз амбициялары бар, мақсаты бар азаматтар деп санаймын. Көп рахмет. Сұхбатыңызға, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек мырза болды. Біз елорда әкімімен қаладағы құрылыстардың заңдылығы, мектептер мен жатақхана құрылысы, жылу ЛРТ жобасы және президент тапсырмалары туралы әңгіме өрбіттік. Уәде далдық, ал ең жақсы уәде, ол орындалған уәде. Келесі эфирге дейін сәттілік.